Ассалаумалейкум, қазақ елі. Көбісі біле қоймайды екен тоже. Мынандай шуруповерттер келеді, мына батареечный ремонт. Мынаның бастары істемей қалады дейді. Bir тісі шығып кетеді, или бір тісі түсіп қалады, сонымен басын патрон ауыстыруға келеді. Негізі мынандай ақыр шуруповерт ұстап жүрсің ба? Міне мынандай. Мынандай ВД-40 болу керек. Мына ВД-40-пен ішін себесің, жиі сеуіп тұрасың. Бұл майланып тұрады, міне ары бері, міне майланып тұрады. Оны майламасаң, бұл да құриды. Сонымен жүресің іздеп, анда ауыстыру керек, мында ауыстыру керек. Одан кейін тағы да мынандайлар келеді екен. Мына мысалы басы күшті болып тұр. Біреулер сатып алады да білмейді, мына шуруповерт не екен. Мынандай бәлесіне қойылып кетеді. Мынандай трещотка дейді ғой бұны. Тырқылдақ. Көрдің бе? Барған скоростың қосасына күші көбейе береді. Осыны алып келеді де маған, мына басы істемей қалды, не болды дейді. Мен аламда мынаны бұрап, мынандай бұрап, орнына қайтан қойып берем де, бет-бетіп қолын күйдіреді. Аламда мә деймін ғой, болды ма дейді, я болды деймін. Сонда мынадан ба дейді, я мынадан болды деймін. Одан кейін жұмыс деген кезде мынаны біреулер до конца қойылмай қалады, мынандай қылып әкеледі, ортасы нейтралка дейді ғой, машинаның коробкасы бар ғой, нейтралка. Тура сондайға түсіріп әкеледі де, басы айналмай қалды дейді, мынандай. Мынандай нейтралка екі саусақпен ұстайсың мына. Мынау істемей қалды дейді. Мына мен байқап қалам да, мынау нейтралкаға түсіп қалған. Аламда шырт деймін да, міне деймін да, мә бере салам. Болды ма дейді. Болмағанда мынаның барып, мынандай несін қарайсыңдар. Мынаның арасында ВД-40-пен кішкене жуып жібересіңдер. Мынаның ішінде мусор құм кіріп кетеді. Мынандайдың ішіне. Мынаның ішіне май жағуға болмайды, мынандай литол, солидол деген. Бұны чисто карппен, мынандай или ВД-40-пен жуасыңдар. Енді түсіндірген шығармын.